Сәлеметсіздер ме? Мен екі азым оқушысы Дәлен Ғазиза. Мен сіздерге шынашақ ертегісін айтып беремін. Ертеде Мерлин атты сиқыршы болыпты. Ол келбетін қалауынша өзгертіп, кез келген нәрсеге айнала алады. Ол кедей кейпіне еніп, сапарға шығады. Ол шаруаның үйін көріп тоқтайды, есігін тақылдатып кіреді. Оны күйеуі мен әйелі жылы қабақпен қарсы алады. Мерлин атты сиқыршы риза болады. Бірақ әйелінің неге көңіл күйі жоқ екенін сұрайды. Әйел жанары жасқа толып, менің балам жоқ. Мен күйеуіме шынашақындай ұлым болса, мен өмірдегі ең бақытты ана болар едім дейді. Оның арманын орындайды. Әйел жүкті болып, 7 айдан соң дүниеге нәресте алып келеді. Жылдар өтеді, бірақ баланың бойы өспейді. Бойы өспегендіктен оның атын Шынашақ деп қояды. Шынашақ аласа бойына қарамай парасатты, ақылды, әрі пысық болады. Әкесі айтады: менің арбамды кім әкеп береді дейді. Сол кезінде әке, мен барамын ғой дейді. Шынашақ: сен оны қалай әкелмексің дейді. Анам мені аттың құлағына отырғызып, арбаны жегіп берсе, мен өзім алып келе аламын ғой дейді. Шынашақ: жарайды дейді әкесі. Шынашақ орманға баратын уақыт келгенде, Шынашақты анасы атқа жегіп, аттың құлағына отырғызады. Сол кезде оны 2 адам көріп: мына қызықты қара, ат жүріп бара жатыр. Айдаушысы айқайлап отыр, бірақ өзі көзге көрінбейді дейді біреуі. Бұның не ғажап екенін сырттай бақылап көрек дейді екіншісі. Сөйтіп екеуі ат жегілген арбаның артынан ілеседі. Ат орманда жүрген Шынашақтың әкесінің жанына келіп тоқтайды. Отын кесуші ұлын аттың құлағынан түсіріп, сабан үстіне отырғызады. Мына кішкентай қыз ұлды бізге сат, біз соны апар белге көрсетсек көп ақша табамыз дейді. Жоқ, о не дегендер, мен өзімнің сүйікті ұлымды қалай сатамын дейді әкесі. Соны естіп отқан Шынашақ айтады: мені сол жаққа жібер, мен не болып жатқанын көріп келейін. Көп ұзамай келемін дейді Шынашақ. Әкесі жарайды деп, оның қомақты ақшаға сатып жібереді. Қай жаққа отырғың келеді дейді. Мені қалпаңның жиегіне отырғыза сал дейді. Бейтаныс адамдар бірі Шынашақты қалпағының жиегіне отырғызып алып ұзақ жүреді. Ымырт түскенде олар үйлеріне жақындайды. Енді мені ана жерге қойыңдар дейді. Сол кезде Шынашақ бейтаныс адам қалпағын жерге қояды. Шынашақ қалпақтың жиегінен секіріп түсіп, тышқанның ініне келгенін көреді. Қайырлы түн, мырзалар, менсіз үйлеріне бара беріңдер деп мысқылдап күледі. Ал балалар, ары қарай не болды деп ойлайсыңдар? Оқиға әрі қарай қызықты болады. Сендерге де осы Шынашақ ертегісін оқуға ұсынамын.